Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Егер тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қоюды ұмытып кетпеңіздер. Бүгін сіздермен бауырсақтың калькуляциясын есептейміз. 1 килограмм ұнды, мысалы мен 25 килограмм ұн сатып аламын, 5000 теңгеге аламын. 5000 теңгені 25-ке бөлген кезде 1 килограмм ұн маған 200 теңгеден түседі. 250 грамм су кетеді. Суды примерно 25 теңге деп есептейік. Краннан ағып жатқан су. Содан соң сүт 250 грамм. Сүттің 1 литрі 400 теңге болса, жарты литрі 200 теңге болады. Оның жартысы 100 теңге. Сүтке сонда бізге 100 теңге кетеді. Сүтті 100 теңге деп есептейміз. Және де дрожжыға 5 грамм кетеді. Примерно молына 20 теңге деп есептей береміз. Және де майонез шелекпен алсаңыздар арзанырақ түседі. Егер де кәдімгі стандартный майонез алатын болсаңыздар, оның 350 теңгеден тұрады. Оның ішінде 190 грамм шығады. 350-ді 190 граммға бөлген кезде 1 граммы 1,8 теңгеге түседі. Бізге 50 грамм керек. Енді көбейтеміз 50-ге. Сонда общий майонезге 90 теңге кетеді. Енді қанттың бағасын есептейміз. Қанттың 1 килограммы 500 теңге. 500 теңгеден 1 килограммда 1000 грамм бар. 1000-ға бөлеміз. Сол кезде 0,5 шығады. Сонда 1 граммда 0,5. Енді бізге 50 грамм керек. 50 граммға көбейтеміз. Сол кезде 25 теңге шығады. Сонда 50 грамм қантымыз 25 теңгеге түседі. Тұзды примерно 20 теңге немесе 10 теңге деп есептесеңіздер болады. Молынан есептей беріңіздер. 20 теңге деп есептейік. Бір жұмыртқа 50-60 теңге. 60 теңге деп көбірек есептей берсеңіздер дұрыс болады. Және қуыратын май керек. Майды примерно 200 теңге деп есептей береміз. Сол кезде общий қанша шығады? Общийді біз бәрін қосып есептейміз. 200 теңге ұн, қосу 25 теңге су, қосу 100 теңге сүт, 20 теңге дрожжи, оған қосамыз 90 теңге майонез, 25 теңге қант, 20 теңге тұз, және де 60 теңге жұмыртқа и 200 теңге май. Осының барлығы бізде қосқан кезде 740 теңге шығады. 740 теңге общий шықты. Ал 1 килограмм бауырсақтың тестасынан 1600 теңге немесе 1700 теңге грамм толық піскен бауырсақ шығады. Примерно 1 килограммды сіз егер 1600 теңгеден сататын болсаңыз, онда 1 килограмм ұннан шыққан 1 килограмм 600, 1 килограмм 700 дайын бауырсақты 2400 деп есептей берейік. 2400 теңгеден сонда сататын болсаңыз, шығынды алып тастаймыз. 2400 теңге шығыны 740 теңге. 740 теңге, сонда сіздің таза пайдаңыз 1660 теңге болады. 1660 теңге бұл жерде сіздің таза тапқан пайдаңыз. Үстінен түсетін пайдаңыз болады. Дәл осылай барлық рецепттердің калькуляциясын жасайсыздар. Сіздердің таза пайдаңыз сонда 1660 теңге қалады. Каналыма тіркелуді ұмытып кетпеңіздер. Лайк басып қойыңыздар.